Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен көптеген әдіс-тәсілдермен танысамыз. Мюнстенберг әдісі. Мұнда көрсетілген әріптердің ішінен сөздерді құрастыру қажет. Мұнда біздің міндетіміз тез арада барлығын қарап шығып, арасындағы сөздерді тауып белгілеу. Бланкімен жұмыс істеуге уақыт қоюға да болады. Тапқан сөздердің арасынан шығарып, қатесін тауып белгілеу қажет. Адасқан әріптер әдісі. Мұнда бұл әдісте экраннан немесе қағаздан көптеген әріптер беріледі. Әріптердің орнын ауыстыру арқылы жаңа сөз тудыру қажет. Яғни әріптердің орны адасып тұрады. Олардың орнын ауыстыру арқылы жаңадан сөз құрастыруға болады. Менің сөзім әдісі. Бұл әдістің мақсаты оқушылардың сабақта алған білім мен білігін бағалау. Әдістің сипаттамасы. Сыныптан бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін қорытындылап айтады. Айтып болған соң басқа бір оқушының атын атайды. Сөзді сол оқушы жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы сабақты қорытындылауға осы ретпен қатысады. Сұрақтар жаңбыры әдісі. Бұл әдістің мақсаты оқушылардың сұрақ қою және де сыни ойлау дағдыларының дамыту. Бұл әдістің сипаттамасы. Оқушылар топтарға өз еркімен қалауымен бөлінеді. Әр топ параққа сұрақтар жазып, бір-біріне лақтырады. Алған сұрақтарына жауап жазып, кері лақтырады. Жауап жазылған парақты қағып алған ойыншы сол жауаптан сұрақ тудырып, ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғаса береді. Достар, бүгін біз сіздермен көптеген әдіс-тәсілдермен таныс болдық. Болашақта бұдан да қызықты, әрі де оңай әдіс-тәсілдер болады. Менің каналыма жазылып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.